Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге латекста формуланы қалай енгіземіз, соны көрсететін боламын. Ендеше подписка басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз бүгін Ломоносов университетінің сайтына кіріп, сол жақтан сол текстің форматын көшіріп аламыз. Ендеше Ломоносов университетіне информация для авторов деген жерге кіреміз. Осы жерде текст форматын алып шығамыз. Көріп тұрғаныңызда Word және текст деп тұр, яғни бізге текст форматын кодын алып шығу керек болады. Кодын сохранить етеміз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай код файл ретінде түсіп жатыр. Ендеше оны рабочий столға міндетті түрде папка ашып, сохранить етіп алу қажет болады. Папкамызды ашып, открыть с помощью техник центр деп ашамыз. Ашылған документ көріп тұрса, документ класстан басталады, яғни оның шрифі барлығы көрсетіледі, яғни бас жақтағы кодты өзгертуге болмайды. Документ бізде begin документтен басталады, және де соңында қарасаңыздар end документпен аяқталады. Бұл жерге де бізге өзгеріс енгізуге болмайды. Егер сіз end документті өшіріп тастайтын болсаңыз, немесе begin документ өшіріп тастайтын болсаңыз, сізде бұл қателік шығады, документіңіз ашылмай қалады. Ендеше PDF форматын ашып көреміз. Осы PDF форматын көріп тұрғандарыңыздай шықты. Енді біз кез келген бір мақаланы осы текст форматқа қойып көрейік. Мысалы, мен интернетте мына бір мақаланы тауып алдым. Кез келген мақаланы біз текст форматына ауыстырамыз. Екі жақтан ашып қойып, көріп тұрғандарыңыздай, қазір бірінші авторлардан бастап біз өзгертеміз. Бірінші бізде тақырыптың аты тұр. Тақырыптың атын копировать етіп аламыз. Копировать және де техник центрға ставить етеміз. Келесі бізде авторлар. Авторларды да көріп тұрғандарыңыздай бірінші әрпі жазылады, сосын тегі жазылады. Оның алдында сізде сызықша тұр, яғни бұл сызықша сізге бос орын ретінде. Екеуінің арасы жабысып қалмау үшін, екі әріптің ортасы жабысып қалмау керек. Сондай-ақ жанында бір деген тұр, яғни ол бірінші автор бойынша ақпарат жазылады, жанында екі деген, ол екінші автор бойынша ақпарат жазылады деген сөз. Оны да өшіруге болмайды. Екінші автордың фамилиясын жазамыз. Келесі бізге енгізу керек осы авторлардың қай университеттен мақала жолдап жатқанын жазамыз. Бізде бұл жерде екі автор бір университеттен болғандықтан біз екеуіне де осы данныйды көшіріп қоямыз. Яғни бізде мына жерде Московский государственный университет деп тұр, яғни бірінші автор бойынша біз мына жерге университет дегенге дейін алып, копировать етіп ставить етеміз. Егер де сізде университеттің көшесі, домның номері көрсетілген болса, оны міндетті түрде сіз мына жерге жазып кету керексіз. Бізде мақалада көрсетілмегендіктен мен оны өшіріп тастадым. Бірақ та сізде бар болса, сіз үтір арқылы келесісін жаза берсеңіз болады. Және бұл жерде егер де мысалы Ломоносов дегенде МВ болса, қатар әріптер әкесінің аты, немесе аты мен жөні, оның арасына міндетті түрде бір сызықша қоюды ұмытпаңыздар, өйткені сызықша қоймасаңыз, олар бір-біріне қосылып кетеді. Және де бізде көріп тұрғандарыңызда екі сызықша бар. Екі сызықша ол бізге төменге түсіруге белгі береді. Бірінші автордың университетін жаздық, екінші автор үшін де осыны копировать етіп қоямыз. Екінші автор үшін копировать етіп қойдық, жанына екі сызықшасын қойдық. Енді бізге олардың email почталарын жазу керек. Email почталарын жазған кезде де бізде жаныңызда көріп тұрсыздар, егер жаңа бірінші автордың жанына міндетті түрде бір деп қою керек боламыз. Және де сізде email адрес жазған кезде кейбір кезде болады, нижний пробел деген бар. Нижний пробел болса, алдына міндетті түрде сызықша қойғаныңыз дұрыс болады. Өйткені сізде ол дұрыс шықпай қалады. Сызықшаны программа басқаша оқитын болады. Ал егер сіз нижний пробелдің алдына сызықша қоятын болсаңыз, көлденең сызықша, онда сізге нижний пробел ретінде оны түсіреді.
Енді біз қазір осыған дейінгі жазғанымыздың PDF форматын алып көрейік. Көріп тұрғандарыңызда үстің жағында вот файл, edit деп тұр, соның астында бізде LaTeX PDF-қа ауысу туралы тұр. Соны біз міндетті түрде қарау керекпіз. Қойып, лупа белгісін басамыз, және де осы жерде тұрған қателіктерді көру үшін қызыл батырмасын басамыз. Бізде мына жерде екі қате бар негізі. Ол қателіктер суреттің жоқ үшін шығарып тұр. Ол үшін бізде папкада сурет болу керек, яғни сол үшін біз папкаға сурет саламыз, сол кезде ол бізде қателік шықпайды. Сіз файлды өткізген кезде сізде қате болмау керек папкаңызда. Так, ендеше кеттік. Қазір бізге PDF форматын шығарады. PDF форматын шығарып болғаннан кейін біз аннотациясын көреміз. Аннотациясын қоямыз, яғни аннотацияны қою үшін көріп тұрғандарыңыздан жерде аннотация деген тұр. Сол жерге біз ставить етеміз. Копировать, ставить етеміз. Және де қазір шықсын бізге PDF форматы. Қарап шығайық осыған дейін не болды. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде бізде екі абзац тұр. Екі абзацта сіздер қарау керексіздер. Егер екі абзац тұрса, онда жаңағы нүкте қойылған жерден, абзац басталатын жерден ортасында бос орын болу керек. Сол кезде ғана сізде келесі абзацқа түсіретін болады. PDF форматы шықты. Енді бізге ключевые слова қою керекпіз. Копировать, ставить етіп. Ключевые слова, яғни бірінші бізде қалдырамыз сөзін, екіншісінен бастап ставить етеміз. Копировать, ставить. Егер сізде осындай Word документі дайын болмаса, онда сіз тура текстің өзіне жаза берсеңіз болады. Бірақ та егер де сізде файлдарыңыз, яғни мақалаңыз қазақша болса, онда сіз келесі сабақта мен көрсететін боламын қазақша әріптерді қалай біз жазамыз. Яғни мақалаңыз қазақша болса, сізде міндетті түрде майкаст текстің ішінде орнатылу керек. Ол сол мысалы Қазақстанның журналдарында, текстарында ол міндетті түрде беріледі. Так, келесі бізде ключевой слова қойдық. Аннотацияны жазылмай қалған екен, аннотациясын жазамыз. Аннотациясын жазып, енді біз введениесін енгіземіз. Введениесімен қоса бір формуланы енгізіп сіздерге көрсететін боламын. Ендеше қарап отырыңыздар. Копировать, ставить это введениесін қоямыз. Введениесін қойған кезде де абай болыңыздар. Егер де осы жерде абзац болатын болса, бір орынға түсірді ұмытпаңыздар. Және де бізде копировать ставить еткен кезде бізде сызықша ретінде кетіп қалуы мүмкін. Оны сізде дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан оны өшіресіз, қайтадан өзіңіз сызықшаны қоясыз, сол кезде сізде шығады. Немесе процент белгісі болып қалады кейбір кезде. Сол кезде проценттің алдына да сіз сызықша қою керексіз. Себебі процент деген ол бізде файлды полностью жойып жібереді. Мысалы, егер де сізге бір жерде бір абзац керек емес болып қалса, сіз процент белгісін қойсаңыз, сізде ол абзац текстта шықпайтын болады.
Так, біз енді мына жерден begin бізге формуланы енгізу үшін бізде міндетті түрде begin equation және де end equation ортасына жазылады. Және де бізде формула жазған кезде формуланың номері автоматты түрде шығады. Ал егер сізге номер керек емес болса, онда сіз begin equation мен end equation жазбай қойып, екі жағын формуланың белгілесеңіз долларовый белгімен, долларовый белгі оң жағынан долларовый белгі сол жағына қойсаңыз, сізде ол формулаңыз текстің ішіне де қоюға жарайды, және де номер формулаға қойылмайды. Егер ол формуланы ортаға қою керек болса, онда сіз жоғары жақта қарап отырсаңыздар, яғни Word сияқты ортаға қоятын белгі бар, соны бассаңыздар, ол сізде ортаға қойылады. Ендеше біз формула жазуға кірісеміз. Формулаларды біз пенел тақтамыздағы бар өрнектермен жазамыз. Егер де бұл жерде ол өрнектер жоқ болса, онда бізде мына жерде маз деген кнопка бар, соны басып, соның ішінен бізге керекті формулаларды алып шығамыз. Интегралды қою үшін біз келесі белгіні басамыз. Мына бізде жоғары жақта тұрған птичка сияқты, ол бізге яғни жоғарғы жағындағы индексті береді. Ал нижний пробел ол төменгі жақтағы индексті береді. Міндетті түрде индексті жазған кезде бізде фигурный жақшада орналасуы керек. Келесі біз формуламыз деп жазамыз барлық формулаларымызды. Формулалар деген жазып болғаннан кейін қатесіз жазуға тырысамыз. Егер бізде қате кетіп қалатын болса, немесе бір жақша жабуды сіз ұмытып кетсеңіз, бізде ошибка шығады. Көп ошибка жіберілгеннен кейін файл бізде мүлдем ашылмай қалады. Сондықтан да мұқият болуларыңызды сұраймыз. Кейбір мысалы әріптер танымай қалуы мүмкін. Ол кезде осы мазның ішінде сіз кез келген бөлінді белгісінде немесе интегралды, синус, косинусты барлығын осы мазның ішінен сіз ала аласыз. dx. Енді біз осы формуламызды неге шығарып көрейік? PDF форматқа көріп тұрғандарыңызда PDF форматымызда формуламыз шықты, және де жанына номер қойылды. Дәл осылай сіздер жалғастырып істей берсеңіздер болады. Келесі сабақта мен сіздерге осы жерге суретті қалай қоятынымызды көрсетемін, қандай программа арқылы, және де айтып кеткенімде қазақша әріптерді қалай жазамыз, соны көрсететін боламын. Жақсы, сау болыңыздар, менімен бірге болыңыздар.